3 күнге созылған құрылтай күндері тек қазақ халқының ғана емес, бүкіл түркі елінің көкейтесті мәселелері қозғалып, болашақтағы істері жайлы ойлар ортаға салынды. Қазақстандық ғалымдар Қалтай Мұхамеджанов, Манаш Бозбаев, Мұхтар Мағауин, Сұлтан Оразалин түбі бір түркі елінің көне тарихына тоқтала келіп, кейінгі ұрпақты бауырмалдықпен білімді де білікті маман етіп даярлау үшін ғылым академиясын ашып, мәдени байланысымызды нығайта түсуге ұсыныс жасаса, түркиялық ғалымдар Асылтас Сайын, Невзат Жалшынташ екі ел тарихы жайлы, сонымен бірге көркем әдебиеттерді көптеп аударып басуды қолға алмақшы болып уәделесті. Әр күнгі өткен бас қосудан соң Қазақстаннан барған әншілер өнер көрсетті. Алыста жүріп қазақтың әсем әуенді әндері мен күмбірлеген күйіне шөліркеп өскен жұртшылықтың ықыласы ерекше еді. Арагідік көзіне ыстық жас алған бауырларымыз да көрініп қалды. Ханым, туған жерім менің деп ән салғанда қандай емренбессің, қалай айналмассың. Осы уақытқа дейінгі елім айлап еңіреп, ата жұртының бір уыс топырағына жерленсен деп аңсаған, мыңдаған, миллиондаған қара көздеріміздің Құдай алдындағы құрбанның сауабы, мінәжатының мейірімі болар. Егемендігімізді алып, туған еліміздің есігінің бауырларымызға айқара ашылғандығы. Тағдыр тәлкегімен дүниенің төрт бұрышына тарыдай шашылған иісі қазақтың басын біріктіріп, құрылтай өткізу әрине оңайлықпен олжамызға айналған жоқ. Ел басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей қолдауымен жат жұртта туып өскен қандастарымыздың арманы ақиқатқа айналды. Бүкіл дүние жүзі қазақтарының бірінші құрылтайы салтанатпен ашылғанда көзіне жас алмаған қазақ баласы кемде кем. Алғашқы құрылтайдан соңғы 5 жылда жер бетіндегі 44 мемлекетте түтінін түтетіп отырған бауырларымыздың басын қосып, іргесін жақындатуына, берекеге шақырып білікті ел болуға үлкен септігін тигізуі де дүние жүзі қазақтары қауымдастығы ыждағатты еңбегінің арқасында. Жақында тағы да бір үлкен шаруаның куәсі болдық. Осы қауымдастықтың қолдауымен Түркия еліндегі қандастарымыз үшін Стамбул қаласында өткізілген дүние жүзі қазақтарының кіші құрылтайы. Түбі бір түркі елі жарғылағы жастыққа тимей, жалпы түркі тектес халықтардың жақсылығына жаршы болып бауырына тартумен келді. Алғаш тәуелсіздігімізді танып, бөркін аспанға атқанда Түркия болатын. Егемендігіміздің алғашқы күннен бастап, екі ел туыстығының алтын көпірі бауырларды қайта табыстырды. Түркия елінде, түрік жерінде Қазақстанның кіші құрылтайы өтеді дегенде, енді Қазақстанның өз халқы біраз дүрлігіп қалды. Бір жағынан енді бұл жақта қазақ халқының өкілдерінің көп тұратынын біледі, білгенмен де енді расында болар ма екен, болса қандай болар екен деген тағы да бір өздерінің ой пікірлері отыр. Осы жұмыстарыңыздың бір кішкене ұйымдастырылу жағын айта кетсеңіз. Дұрыс айтасыз. Бұл негізінен де қазақ халқының беделі, неге десеңіз, бүгін Түркияның жалпы 65 миллион халқы ішінде бір 25 миллионның сөзі болмайды ғой. Өте аз бір халықпыз. Соған қарамастан Түркияның сыртқы істер министрі және бас министрдің орынбасары профессор доктор Тансу Чиллер ханым өз қолымен келіп біздің құрылтайымызға қатысып, біздің қоғамның жаңа ғимаратының ашылышын жасады. Бұл деген қазақ халқының үлкен беделі екенін көрсетеді. Сонымен қатар Қазақстанда қазақтың беделі деп ойлаймыз. Бұл бір жағынан біздің президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың беделі деп есептейміз. Өйткені ол кісі осы Түркияда жоғары бағаланады. Біз сол кісінің қамқорлығында осыған ие болып отырмыз деп ойлаймыз. Ал енді сіз айтып өткен кіші құрылтай деген Қазақстанда дұрыс. Қазақстаннан Түркия қарағанда бұл кіші құрылтай. Ал біз жақтан қарағанда Түркияда мынау үлкен құрылтай. Сондықтан біз құрылтайымыздың Түркиядағы күндеріне дүния қазақ түрктері құрылтай деп қойдық. Мұның дегеніміз бұл әлем қазақтары құрылтай деп атадық. Өйткені негізінен де әлемдегі шартараптан қонақтар келіп қатысты. Айталық, өзіміздің Қазақстандан, Өзбекстандан, Ресейден, Монғолиядан, қалабеді Европадағы Швеция, Франция, Германия секілді елдерден қоғам басшылары осыған қатысты. Мұнымен қатар Түркиядағы қазақтарымыз. Сонымен қатар Түркиядағы желі халықтың ғылым адамдары, мемлекеттік қайраткерлері осы құрылтайымызға қатысып атсалысты. Демек, бұл кіші құрылтай емес, үлкен құрылтай. Бұның бізге екінші бір үлкен болатын жағы, біз ұзын жылдар бойы елімізден, жерімізден жырақта жүрдік қой. Сондықтан көп жылдар бойы туыстарымыздан қауыша алмадық қой. Мысалы үшін кейбір кездер болған, Қазақстаннан бұл жаққа келген қазақтарды көргенбіз, олар бізге
kele almadı, biz olarga bara almadık siyasatın kesirinden. Al bugünkü tamda, tevessizlik şağında, beybişlik şağında bugün elemde Kazak, Türkiye'de erkin baskosu pikir ağısıp otur. Türkiye'de Qurultay күндерінде ең айтулы оқиғалардың бірі Түркияның сыртқы істер министрі Таң Су Чилер ханымның қазақ жұртшылығына ерекше көңіл бөлгендігі. Бұл күнді түркиялық бауырлар ұлыстың ұлы күні деп құрбандық шалды. Тек түркі елдеріне ғана емес, бүкіл мұсылман елдеріне, қала берді батыстың саясаткерлерінің ішінде де зор беделге ие болып жүрген Таң Су Чилер ханым қазақ қоғамын ашу салтанатына өзі келіп қатысты. Başlarında Sovyetler Birliği'nin ve Komünizm blokunun çökmesiyle Türk'ü buldu. Yeniden birbirine kavuştu. Eğer bugün burada sorarsanız bana kaç milyon Kazak Türk'ü yaşıyor diye size derim ki 60 milyon. Kaç milyon? Қазақ қоғамының тұсаукесер тойында ине шаншар жер болмады. Тіпті 6 қабатты кең үйге, кең көшеге сыймаған халық үйлердің шатырына дейін шығып кетті. Қазақ жұртшылығы үшін ерекше қамқорлық көрсетіп жүрген Таң Су Чилер ханымның құрметіне жаңа ғана ашылған қазақ қоғамының ішінен арнайы бөлме ұйымдастырылған екен. Осы бөлмеде қабылданған ханымға қонақ кете жасалды. Қазақ қауымдастығы Қазақстан делегациясы атынан Қалдырбек Найманбаев түскиіз фабрикасында арнайы тігілген қазақтың ұлттық киімін тарту етті. Бұл сыйлықты аса ықыласпен қабыл алған Таң Су Чилер ханым әдемі жүзімен жымиған күйі қазақ камзолымен көлігіне отырды. Халымның кіші құрылтай деп атағанбыз, кейін ойладық, енді ол кіші құрылтай емес, дүниежүзі қазақтардың Түркиядағы құрылтай деп. Ол шын мәнінде ол кісілердің көңіліне қарағандық емес, шын мәнінде сондай үлкен құрылтай болып еді. Біздің ойлағанымыздан оның жоғары болып еді. Ол үшін сондағы қазақтардың мәдени орталығына, оның басшыларына, белсенді мүшелеріне рахмет айтамыз, Түркия үкіметіне рахмет айтамыз. Жалпы биыл қазақтардың Түркияға келгеніне 45 жыл болды. Жалпы біз бір ресми түрде Түркия үкіметіне бір рахмет айтуымыз керек. Арып ашып, сол жаңа Қытай арқылы Үндістанға барып, одан Пакистанға барып, сол Түркияға келіп паналап, сол жерде біздің бауырларымыздың ұлт ретінде қалыптасуына, жалпы өніп өсуіне, ел қатарлы өмір сүруіне көп көмек жасаған Түркия үкіметі. Сол Түркия үкіметіне біз рахметімізді ол жақта айттық, мынау жағдайды пайдаланып бұл жерде айтқымыз келеді. Бұл жалпы дүниежүзі қазақтарының екінші құрылтайы өтетін жыл. Бірінші құрылтай 92 жыл өтті, 5 жыл өтті. Соның алдында енді біз алдымен Түркияда қазақтар көбірек қоныстанған, Өзбекстанда, Моңғолияда, Ресейде өткізсек деп жоспарлағанбыз. Соның енді біреуі Түркияда өтті. Өздеріңіз куә болдыңыздар. Енді бұның ең үлкен біздің мақсатымыз орындалды деп ойлаймыз. Ол бүкіл түрік дүниесіне қазақ деген ел бар екен, қазақ деген ұлт бар екен, оның үлкен егемен мемлекеті бар екен, сол бүкіл түркі дүниесіне қайтадан бір таныттық қой деп ойлаймыз. Түркиядағы өткен құрылтайдың ең үлкен маңызы сол. Екінші мәселе, сол жақтағы біздің бауырларымыз осыдан бір 10 жыл бұрын өздерін қазақ деуге деп атауға именіп келсе, бүгінде сол өздерін көкірегін кере, біз қазақпыз деп ауыз толтырып айтты. Бұл ана бөлінгендік ештеңе емес, бұл түркі дүниесі, біз түркі тілдес халықтармыз, бауырлармыз, бірақ әр ұлттың өзінің аты, азан шақырып қоймаса қойған аты бар өзінің. Сондықтан сол қазақ деген атты біз сол жерде бір жақсы таныттық қой деп ойлаймын. Екіншіден әрине ол жерде қазақ диаспорасының көптеген мәселелері қозғалды. Әсіресе көші-қон мәселесі, оқу білім ағарту мәселелері, тіл мәселесі, әсіресе оның үстіне мына бүкіл түркі дүниесінің проблемалары, біз тарихымызды қайтадан жазуымыз керек, тарихымызға ерекше үңілуіміз керек деген мәселелер көбірек айтылды. Tabiatıyla önce sevgili Kazak Türk halkına en içten selamlarımı ve derin hürmetlerimi arz ederim. Kökümüz bir, dinimiz bir dememin sebebi bir tarihi hakikata dayanıyor. Çünkü sadece Türk alimleri değil, Avrupalı ve Amerikalı alimler de dünya Türklerinin nereden geldiğini, asıl menşeinin nerede olduğunu, bir millet olarak nasıl tekevvün ettiğini araştırmışlar ve sonunda bugün Tanrı Dağları'nın güneyiyle Kızıl Orda arasındaki steplerde Türk
kavimlerinin kültür ve medeniyet birliğine kavuştuklarını anlamışlardır. Dolayısıyla ben de dünkü konuşmamda bunu birinci nokta olarak söyledim. Hem Kazak alimleri hem de Türkiye'deki Türk alimleri bu konuda yeni araştırmalar yapmaları lazımdır. Жалпы біз осы үлкен құрылтайда айтатын көп мәселелердің біраз өз бас ашылып қалды ғой дейміз. Біздің мақсатымыз сол болатын. Өйткені біз бірінші құрылтайда сияқты біз мыңдаған адамдар шақыра алмаймыз. Бұл жолы азғантай адам шақырамыз. Сондықтан сол анау қазір біз атап отқан кіші құрылтай дейміз ғой, сол құрылтайда көбірек кісілер қатысса, қазақ диаспорасының өкілдері. Одан кейін біз сол жерде ойымызды былай топтап, жұптап алсақ, кейін мына құрылтайға келгенде жеңіл болады бізге. Сондықтан ол міндет те орындалды ғой деп ойлаймын біраз. Әрине ол жерде 11 елден 11 елде тұратын қазақтардың өкілдері қатысты. Біз енді 44 елде тұрады дейтін болсақ, соның 11 елден қатысты. Әр жердің Европасы бар, Иран бар, Ауғанстаны бар, Қазақстан, мынау Өзбекстан, Ресей дейміз. Әр елдегі қазақтардың проблемасы әртүрлі, мен ол жағын айтам. Сондықтан ол проблемаларды шешу үшін оған әртүрлі жағдай керек, әртүрлі мүмкіндік керек деген сияқты ол мәселелер айтылды. Қалай болғанда да біз тағы бір рет сыртта қазақтарға мынау үлкен отандарың бар, үлкен ата жұрттарың бар, олар сендерді еш уақытта ұмытпайды деген бір сезімді олардың санасына тағы ұялатқан сияқты. Туған жер дегенде көкірегі қарс айырылған бауырлар бұдан 5 жыл бұрын өткен алғашқы құрылтайды аса сағынышпен еске алып, екінші құрылтайды аман есен көруге асығады. Ал енді сонша заманнан бүгінгі шек келгенде Қазақстан тәуелсіздігі болып, ол жерде құрылтай болып, бізді таныған кісі болып, бізді адам жеріне қойып, президент Нұрсұлтан Назарбаев біздің алдына шекті бар, қолын ұстап, дастархандас болып, дәмдес болып, ол жердің сый-сипатын көріп, ол жердегі туыстар чуылдап, шұрқырап, ұйқы көрмей, күлкі көрмей, жолда тосып тренде Түркістанға барғанда. Мұндай бір үлкен қуанышқа бөлендік. Әне Лұқман айтыпты ғой, мың жасағанда қайып жасадың деп. Мың жасағанда әр күнгі бір жақсы күнімді бір күнге жазып отырып, сонымен мың жасадым деген. Біз ол жерде қалған, бір айдай қалдық, бір айдай қалғанда әр күні екі жасап отырғандай болдық. Мысалы, енді 32-ге бөлгенде 60 болады ғой. Енді 60 жасты ол жерде бір айдың ішінде жасадық. 15 жасымызда кеттік. Енді Ауропаға жаңа атамыз айтып өтті. Алдын 35, арты әлі келіп жатыр. Ауропадағы қазақтардың. Науданы, со Германияда, Швецияда бір 40 үйде қазақ бар. Ол жерде өзімізше бір қоғамымыз бар. Енді жақын заманда осы 10 жылғы бір прожемен ол жерде ең көп жасаған ісіміз шіркетті сатып алып, соны мешіт жасап қойдық. Швеция деп жатырмыз, бұл елдегі қанша қазақ бар және қалай араласып тұрыласыздар? Швецияда, Норвегияда, Финляндияда, Данимаркада, бұлар Скандинав дәулет дейді ғой, бір ағадай бәрі. Солардың ішінде жинауысы 70 үй бар. 70 үйдің санауы, енді son sanağımızda bir 425 kişi var. Şveysa'nın içinde 40 üy var. 40 üydün 23 üyü Westeros kalasında turadi. Men özüm sonda turam. Şu жаңа айтып өткен şirket жасаған ocaqta қазақтың ең маңдай жастаған нәрсесі сол. Şirket сатып алып мешіт жөндедік. Жылы қазақ түріктері қорын қоғамын құруға тура келді. Себебі мұндағы біздің жасөспірім балалар тілін, дінін, ғұрып әдетін, дәстүрін, салтын ұмытпасын деп, жаңағы елімізді, жұртымызды ұмытпасын деген ойменен осы құрылып еді. Құрылтайда 11 елден бас қосқан қара көздеріміздің қай-қайсысын сөзге тартсаңыз да, көкірек көзінде Құдайы, жүзінде иманы, қазақша сайрап тұрған тілдерін айтсаңызшы. Қазақ, Қазақстан дегенде ішкен асын жерге қояды. Assalamu aleyküm. Türkiye'deki Kazak Vakfı'nın açılışı және Türkiye'de Kazak Kurultayı'nın boluğu için
Kölndегі қазақтар қуанышы және сәлемін мен ала келдім. Осы жиналысқа қамқорлық көстерген Түркия Жұмhuriyeti және ұйымдастырған Қазақ Түріктері Vakfı'na Köln Қазақ Türkleri атына рахмет айтамыз. Қазақтың бір сөзі бар, көксегенге қол жетті деп. Елінен еңіреп айырылған қазақтар Қазақтың бостандық тынысын алғаш 1992 жылы дүние жүзі қазақ қауымдастық басын қосқанда сезгенбіз. Міне екінші соның жалғасы ретінде алдын ала екінші құрылтай деуге де болады. Türkiye'dегі Қазақ Vakfı істеп отыр, тойларымыз құтты болсын. Адам баласының сезімі туған жерден алыстаған сайын жақындап, жақындаған сайын алыстай ма қалай? Бізде жоқ ән билерге деген ынта жігерді Түркиядағы бүлдіршіндердің бойынан тапқандаймыз. Қазақ өнерін тек таспалардан ғана үйренген Самал қыздар тобының билері құрылтайға қатысқан барша қауымды таң қалдырды. Осы İstanbul'da bir үлкен қазақ мәдени орталығын ашу керек. Өйткені әзір бізде бір мәдени орталық біз сүйсе дағы біздікі енді бір ерікті бір қоғам. Біздің қолымыз қысқа. Көп нәрсеге жете бермейміз. Мен ойлаймын, бұны біздің қазақстандық ғалымдар менен, түркиялық ғалымдар осында бір қазақ орталық, мәдениет орталығы. Bu секілді толып жатқан мәдениет орталықтары бар. Бұл өкімет аралық келісімдермен өкімет арқылы жасалады. Меніңше осындай бір орталықты İstanbul'da құру керек. Бұған bizim ғалымдарымыз аз салысса, бұған Қазақстандағы ғалымдарымыздың бұрынды соңды жазған еңбектері келсе, қазақ тарихын, қазақ мәдениетін зерттеймін деген түрк азаматтары осындан қалаған кітаптарын табып алса, табылмаған кітапты осы орталық арқылы Алматыдан әкеп тұрсақ, сол сияқты Қазақстандағы ғалымдарымызға осында ғалымдан еңбектер керек болса, осы орталық арқылы соларын жеткізіп тұрсақ. Өйткені мұнда қанша біз қазақ халқымыз, қанша біз туысқан халықпыз десек те, көп нәрсе бұл түрік халқына білінбей жатады. Құрылтайды маңызды оқиғалардың бірі деп қабылдаған Түркия елінің ақпарат құралдары бірінен кейін бірі жарыса жазып, теледидар хабарлар ұйымдастырды. Журналистер көкейлерінде жүрген сұрақтарын қарша бұратып, жалпы Қазақстанның қазіргі жағдайына алаңдайтындықтарын білдіріп жатты. Бір жеті болған құрылтай күндерінің әр күнгі кешінде İstanbul'дың көгіне көтерілген қазақтың әндері мен күйлері бүкіл түркі дүниесін бір серпілтіп тастады. Көз тоғысыз көне дәуірлер мен бабалар үнін бізге жеткізгендей. Жол, жол, тағы да жол, ұшы-қиыры таусылмайтын ел мен елді, алыс пен жақынды табыстырып жатқан қасиетті қара жол. Енді ғана көз жасы тыйылып, ыстық құшақтары айқара ашылған қандастардың қуанышына болған қара жол. Сенен өткен тірі жан тек қана қуанышқа, тойға ғана асықсын. Бауырлардың амандығын ғана жеткізгейсің қасиетті қара жол.